2020 жылы маусым айының 30 жұлдызында Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің гуманитарлық колледжін бітірдім. 2020 жылдың 1 қыркүйек айынан бастап номері 86 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі лауазымында жұмыс істеп келемін. Менің педагогикалық қызметтегі мақсатым барлық ақпараттық инновациялық технологияларды меңгеріп қана қоймай, көргенде бұл менің ұстазым алғашқы білім нәрін сусындатқан, сауатымды ашқан, осы дәрежеге жеткізген алғашқы ұстазым деп, көзі ашық, көкірегі ояу, адамгершілігі мол, өмір жолында 5 құндылықты бойына сіңірген, білімді, қазақ еліне өз үлесін қоса алатын жеке тұлғаны қалыптастыру. Осы мақсат жолында менің мәселем сыныбымдағы үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс жасау. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын сіздердің меңгеретін мақсаттарыңызды атап өтейін. Сіздердің бүгін меңгеретін мақсаттарыңыз сұхбат алуға дайындаласыңдар және сұхбат аласыздар. Ендеше балалар, батыр сөзінің мағынасын ашайық. Батыр сіздер үшін кім? Батыр дегеніміз елді қорғайтын жігіт. Батыр қандай тұлға? Ержүрек. Батыр ержүрек болады. Демек, жауын қорғайтын деген мағынаны білдіреді. Батырдан қандай болу керек? Батыр деген жауды қорғайтын, елін сүйетін болады. Тамаша, жарайсың. Батыр деген қару-жарағы бар, жерін сүйетін, зор денелі тұлға. Келесі тапсырмамызға көшейік. Ал балалар, енді келесі тапсырмамызды бастамас бұрын біз шағын ғана үйім оқығандар. Шабуыл жасаспау туралы 1939 жылдың 23 тамызындағы Кеңес одағымен жасалған келісіміне қарамастан, фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан КСР аумағына аяқ астынан басып кірді. 1941-1945 жылдардағы екінші дүниежүзілік Ұлы Отан соғысы Қазақстан тарихына мәңгі енді. Бұл соғыста әр қазақ отбасынан жүздеген мың адам қолына қару алып, 1,2 миллионға жуық қазақстандық сапқа тұрды. 600 мың қазақ майданда опат болды. Ұлы Отан соғысындағы ерліктері үшін 497 қазақстандыққа Кеңес одағының батыр атағы берілді. Қазіргі таңда республикамызда 4,5 мыңдай Ұлы Отан соғысының ардагері тұрады. Оның 700-ге жуығы Алматы қаласында. Балалар, бізге бейне материалға қарасаңыздар, Ұлы Отан соғысы жайлы сіздерге ақпарат берілген. Бейне материалдан не түсіндіңіздер? Бүгінгі өтетін сабағымыз балалар, дұрыс айтасыздар, жеңіс күніне арналған. Селін тоқтатқан, жақынды жарды жоқтатқан, сенің бейне тақтатқан, отанды елді сақтатқан.
кешіп күткен жеңіс, жан кешіп күткен жеңіс, тарығып жеткен, сарығып жеткен, сағынып жеткен жеңіс, тарығып жеткен, сарығып жеткен, сағынып жеткен жеңіс. Тауды жеңіп жайратқан, сан елде бұлбұл сайратқан, жерді гүлдей жайнатқан, қазанын тойдан қайнатқан. Қан кешіп күткен жеңіс, жан кешіп күткен жеңіс, ерлікпен жеткен, бірлікпен жеткен, бірлікпен жеткен жеңіс, ерлікпен жеткен, бірлікпен жеткен, бірлікпен жеткен жеңіс. Шаттық тойын тойлатқан, бақытқа бойды бойлатқан, бірде сәби ойнатқан, қадірін күннің ойлатқан. Қан кешіп күткен жеңіс, жан кешіп күткен жеңіс, армандап жеткен, арайлап жеткен, аңсатып жеткен жеңіс, армандап жеткен, арайлап жеткен, аңсатып жеткен жеңіс. Қан кешіп күткен жеңіс, қан кешіп күткен жеңіс, армандап жеткен, арайлап жеткен, аңсатып жеткен жеңіс, армандап жеткен, арайлап жеткен, аңсатып жеткен жеңіс. Жеңіс күні ойлап тұрдым көп. Сауал бердім, білгім кеп. Қуанышты мереке, жеңіс күні қай күн деп. Атамнан да сұрадым, көкемнен де сұрадым, ағамнан да сұрадым, атамнан да сұрадым. Тосты бәрі құлағын, дұрыс тесті сұрағын, бейбіт күннің бәрі де жеңіс күні шырағым. Ал ендеше балалар, сіздерге осы өлең жолдары бойынша сұрақ қояйын. Бірінші сұрақ, жеңіс деген сөзді қалай түсінесің? Жеңіс дегенді еліміздің, жеріміздің азаттығы деп түсінеді. Дұрыс айтасыздар. Келесі сұраққа назар салайық. Ақын өлеңінде не туралы айтылған? Ақын өлеңде жеңіс туралы айтылған. Тамаша, жарайсыздар. Келесі сұрағым, жеңіске биыл қанша жыл? Жеңіске биыл 76 жыл болды. Өте жақсы балалар. Келесі сұрағым, бейбіт күнді қалай елестетесің? Мен бейбіт күнді бүйтіп елестетемін. Әдемі бір мереке, барлығы қуанышты, әдемі көйлектермен, зор мереке. Ал ендеше балалар, сіздермен кішкене ойын ойнайық. Ойынның аты бұл қай батыр деп аталады. Сіздерге дыбыстар берілген, адасқан дыбыстардан сіздер сөз құрау керексіздер. Сонда бізде соғыс ардагерінің есімі шығады. Дұрыс айтасыздар. Бірінші сөзде Талғат есімі шығады. Келесі сөз Мәлік. Келесі соғыс ардагеріміз Әлия қыз. Келесі соғыс ардагеріміз Бауыржан Момышұлы. Келесі соғыс ардагеріміз пулеметші қыз Мәншік.
Келесі тапсырмада балалар бейбітшілік пен соғыс сөздерінің ара жігін ажыратайық. Бейбітшілік сөздеріне оқушылар: қуаныш, ашық аспан, тыныштық, тоқшылық, достық, ән, жақсы оқу, қызық ойын сөздерін жатқызамыз. Соғыс сөзіне қиындық, жетімдік, ашаршылық, адам шығыны, суық сөз, жылау, қорқу, көп қан сөздерін жатқызамыз. Енді оқушылар, сіздерді мен топқа бөлейін. 4 топ бойынша сіздер алғыс хатын дайындайсыздар. Бірінші топ соғыс ардагерлеріне алғыс хат жазу. Біздің елімізді қорғаған ардагерлерге алғыс хат жазасыздар. Екінші топ дүниежүзі балаларына хат жазу. Ол балалардың да ата-бабалары соғысқа қатысқан. Үшінші топ Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаға хат жазу. Төртінші топ ата-аналарыңызға арнап хат жазасыз. Қазағым менің нұр елім, ғаламның ашқан түнегін, кең байтақ алтын өрісім, өзіңдей асқақ жүрегім. Жас ұландар, жас қырандар, еркін елдің түлегіміз. Құрметті біздің ардагерлеріміз, сіздерге көп алғыс айтамын. Сіздер соғыста жеңіп, бізді қорғап келе жатырсыздар. Сіздерге алғысым шексіз. Құрметті дүние жүзіндегі балалар, сіздерге көп алғысымды білдіреміз. Себебі ата-бабаларымыз соғысып, тәуелсіздікті алған үшін көп рахмет айтамыз. Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, сізге білдіретін алғысымыз шексіз. Сіз біздің елімізді басқарып тұрасыз. Сіздің арқаңызда біз тәуелсіз елде тұрамыз. Құрметті ата-ана, сіздерге алғысым шексіз. Себебі біздің балалық шағымыздың керемет өткені үшін сіздерге көп рахмет. Ендеше балалар, үй тапсырмасын жазып алайық. Үй тапсырмасына өлеңді түсініп, мәнерлеп оқу, мен бейбітшілікті қалаймын тақырыбына эссе жазу. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызды көңіл күймен түсінгендеріңізді көрсетіңіздер. Ал оқушылар, сіздердің үйлеріңізде Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер бар ма? Әлем сені танысын, ант берем мәңгі қорғауға, алаштың арын намысын. Жас ұландар, жас қырандар, еркін елдің түлегіміз. Құрметті отандастар, келе жатқан ұлы жеңіс күнімен баршаңызды құттықтаймын. Сіздердің біздің отанымыздың бостандығы мен тәуелсіздігі үшін шайқастардағы теңдессіз ерліктеріңіз бен табандылықтарыңыз ғасырлар бойы жасай береді. Өйткені сіздер кейінгі ұрпақтың жарқын болашағын қорғап қалу арқылы өздеріңіздің азаматтық және патриоттық парыздарыңызды абыроймен орындап шықтыңыздар. Сіздердің қайыспас қайсарлықтарыңыз бен отанға шынайы берілгендіктеріңіз қазақстандықтардың жас ұрпақтары үшін өнегесі мол тамаша үлгі. Рахмет сіздерге. Мен бабаммен мақтанамын, себебі ол Ұлы Отан соғысының ардагері. Сен деп соққан жалындап тұр жүрегіміз. Сен деп соққан жалындап тұр жүрегіміз.